Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Осыдан шамамен бір ай бұрын мен өзіме ойын ойнауға мына ескі компьютерді жинап, видео жасаған болатынмын. Бірақ видеода біраз уақыт қаралым болмағандықтан мен бұл істі қоюға бел буып едім. Ал кеше видеоны ашып қарай салсам, видеода біршама пікірлер жазылып, қаралым саны артыпты және көпшілігі қолдау көрсетіпті. Бұл мені жаңа видео жасауға шабыттандырды. Қолдау көрсетіп жатқан баршаларыңызға алғысымды білдіремін. Әр пікірді ескерем, қадірлеймін қабірге дейін. Немене? Не ағып еттің оны? Күлкілдіңіз ғой. Сонымен достар, уәде еткен мына компьютерді бүгін ойында тексеретін боламыз. Одан бөлек сіздерге жақсы жаңалығым бар. Арнайы сіздер үшін мен мына жаңа қосалқы бөлшектерді сатып алдым. Арнайы видеода мен осы бөлшектерге обзор жасап жинайтын боламын, яғни ескі компьютерге апгрейд жасаймын. Әр бөлшекті жеке-жеке айтып түсіндіремін және алдыңғы видеода жазылған пікірлерді талқылайтын боламыз. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қоямыз достар. Сіз болып, біз болып қазақша контентті қолдап, қазақ елінің компьютерлік сауаттылығын арттыруға атсалысайық. Пікірге кем кетістігімді жазып, өз ойларымызбен бөлісеміз. Кеттік ендеше. Сонымен достар, видеоның сапасы үшін алдын ала кешірім сұраймын. Ойынды экранда емес, камераға түсіруді жөн көрдім, себебі процессор мен видеокартаның күші толықтай ойынға жұмсалғанын қаладым. Қазір бірінші ойын өрмекші адам ойыны, настройкасына кіріп, графикаға кіреміз. Настройкасын жоғарыға қойдым. Қазір 90 FPS-ті көрсетіп тұр. Процессор температурасы 56-57 градус. Видеокартаның температурасы 67 градусты көрсетіп тұр. Және де 9.1 гигабайт жедел жадыны қолдануда. Ойында көрейік қалай болатын. Мінекей жоғары настройкада, жоғары баптауда 60 FPS беріп жатыр. Ешқандай қату байқалмайды. Мен бұның алдын ойнағанмын, сондықтан білемін. Жүріп көрейік. Елу 65 FPS арасында болып жатыр. Жетпіс 5 FPS әр кезде әртүрлі. Жоқ, ойын шапшаң қимылдауда. Мына жерден секіріп көрейік. 60 FPS тұрақты түрде ұстауда.
Келесі ойын бізде God of War деген ойын. Бастауын жоғарыға қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай. Бұл ойында 65-68 FPS беріп жатыр екен. Ешқандай қату байқалмайды. 66-60 FPS тұрақты беріліп жатыр. 55 FPS-ке дейін түсіп жатыр. Бұл ойынды да алдын ойнадым мен жоғары баптауда. Ешқандай қиындық көрген жоқпын. Мінекей 75 FPS-ке дейін беріп жатыр. Достар, қазір нагрузка болып жатыр процессорға, және де FPS түсіп жатқан жоқ, 65-68 FPS көрсетіп жатыр. Процессор температурасы 63-тен жоғары көтеріліп жатқан жоқ. FPS-ке дейін барып жатыр. Тамаша. Жоғары настройкада компьютер өзін жақсы сезінуде. Ойынды бір рахатпен ойнауға болады. Достар, егер де сіздерде де осындай ескі процессор болатын болса, видеокарта алуға ойланып жүрген болсаңыздар, нәтижесі осындай мінекей. Ал келесі ойын бізде Call of Duty Modern Warfare 2. Қазір сіздерге настройкасын көрсетейін, графикасын. Баптауы ең жоғарыда тұр екен, максималныйда бұдан артық баптау жоқ. Ойнап көреміз. Достар, мынандай видеода 700 FPS беріп жатыр. 750-ге шейін, 770-ге шейін барып жатыр. Өте қызық. Сонымен өте жоғары настройкада 110 FPS беріп жатыр.
Кеттік, ондай полигонға барсақ, полигонға барайық. Достар, міне ойын барысы ең жоғарғы настройкада 100 FPS беріп жатыр. Және де достар, GTA 5 пен Counter Strike'та тексеріп көрші деген еді, мен ол ойындарды жүктеп үлгермедім. Бірақ ол ойындарды бұл компьютер оңай көтереді деген ойдамын. Достар, видеоға лайк басып, арнаға жазыламыз тағы да. Қазақша контентті қолдаймыз. Келесі видеода жолыққанша.